Ассалаумағалейкум қазақ елі. Өздеріңіз білетіндей мына доктор деген тағы біреу шықты ғой, түркістандық Әлқожаның оң қолы ма білмеймін. Сол кеше менің TikTok парақшама кіріп біраз комментарийлер тастап кетті. Ең бірінші айтып тұрғаны угроза жасап тұрмаған. Мына еріндегі мозоль үлкейіп кетпесін, типа сен біреу ұрып кетеді деген сияқты угроза жасап тұр. Екіншіден оның айтып тұрғаны мен өзімнің TikTok парақшамда Әлқожадан кешірім сұрап, еще мен оған ақша қояды екенмін. Сонда доктор, сенің айтуың бойынша Әлқожа елдің бәріне заявление жазып, шантаж арқылы ақша істеп жүрген адам ба не? Оны мен емес, сен өзің дәлел ретінде міне жазып тұрсың. Және үшіншісі, сенің айтуың бойынша мына халықтар, мына блогерлар, мына халық жанашырлары сөйлемеген кезде, мына істі шулатпаған кезде бұл іс мүлде басқаша жабылатын еді дейсің. Бұл қалай жабылатын еді егерде біз шуламаған кезде? Біріншіден коррупция болатын еді, екіншіден мына бәке сәке арқылы шешілетін тема болатын еді. Бұл жерде кінәлі тек қана қаржау баяған отбасы болып шығатын еді егерде біз шуламаған кезде. Еще сен кітап жазыпсың талғар жайлы. Сен кітабың ешкімге керек емес. Өйткені сен ол жерде не жазатыны бәріне белгілі. Сенің және Әлқожаның артында кім тұр, кім сендерді спонсировать етіп жатыр, кіршаларың кім, оны білмеймін. Бірақ сендер халықтың алдында өте төмен түсіп кеттіңдер. Мына ар намысы жоқ жігіт екенсіңдер. Сендер беттерің айтайын. Жастарың 50-60-қа келсе де, кім біреу сендерге айтты мына жерде осылай айт деп, немесе жаңағы ақша бердім, ол жағына бізде өкінішке орай дәлел жоқ. Бірақ халық өзі көріп тұр, сендер қалай сөйлеп, қалай халыққа қарсы шығып тұрғандарың өте қиын. Так что саған айтарым, менің мына TikTok-ыма кіріп, комментарий жасап, мына менің подписчигімді, менің халқымды өйтіп провокацияға итермелемей ақ қой, жарай ма? Сен қолыңнан бәрібір келмейді. Түсінікті ма? Еще білімді адам сияқты заң ретінде сөйлеп, үйтіп отырсың. Мына халық ақмақ емес қой, халықты ақмақ санамасаңыздаршы. Ертең бұл іс бұрмалануы мүмкін. Қалай бұрмалануы мүмкін? Өйткені мына сен сияқты, Әлқожа сияқты адамдар қолынан келгенше бұрмалап, жақтасып жатыр басқа адамдарға, жоғары жаққа. Өтірік емес, рас. Өйткені сендер кімде таныс бар, кімде кірша бар, кімде ақша бар, соның жанында жүретін адамсыңдар. Бәріне белгілі 100% бәрі сенің сөйлегенінен ақ, дәлел болмаса да сен айтқан сөздерінен ақ көріп отыр барлығын. Өтірік па не? Так что үйтіп мені қорқытпай ақ қой, Әлқожаның заявлениясымен, немесе тағы басқа бір деңгейлермен. Жарай ма? Давай, братишка. Мен өзім тікелей эфирімде және видеоларымда бұның алдындағы уәде бергенім, талғар жайлы жаңа ақпараттар болса, мәліметтер болса, сізге дереу жеткізіп тұрам, жедел түрде деп. Енді ойланып, оны бөліп нетпей, кешке жақын отырдым. Осы уақытқа дейін ұйықтамай, бір түн отырып, кітап жазып шықтым. Кітап десеңдер болады, сценарий деп жазсам болады. Мынау талғарда болған оқиғаларды ойланып, соған ұқсатып, сол ойларымды, фантазиямды бәрін қосып, бір кітап жазып шықтым. Тағы да айтам, бұл таза менің автордың, яғни менің Бауыржанның фантазиямен жазылған, оймен фантазиямен жазылған кітап. Ол тура сондай болды деп айтып атқан жоқпын. Мен эфирлерін көріп жүрген адамдар білет, не үшін мен бұны өйтіп айтып атқаным. Өздерінде түсінесіңдер, заң, басқа нәрселерді жақсы білетін адамдар түсінеді. Сол бұл таза шығарма, өнерлік шығарма десем болады, фантазия десем болады. Сразу ескертем, осы талғардың біраз адамдармен, мекен жайлармен, бір жайлардың атымен тура келіп қалса, ол просто случайное совпадение деп айтуға болады. Енді не болса да бастай берейік. Кітаптың аты Талғар трагедиясы, аты орысша Талгарская трагедия, қазақша Талғардың трагедиясы. Соның бірінші бөлімін сіздерге бүгін айтып берейін. Аудио кітап сияқты, оны шығару әлі біраз уақыт кетеді. Сол үшін сіздерге сол кітапты оқып бергендей болып айта берейін. Дайындалыңдар, енді бастайық. Бірінші бөлім. 3 қазан, Талғар. Талғардың бір шеткі жері, автобаза деп айтылған мекенде, Қамажай деген магазинге бір жігіт ішімдік алуға бара жатыр. Ол жігіттің де өзің өмірінде, семьясына, оның алдына жақын уақыт кезде бір
ауыр жағдайлар болған, сол үшін ол жігіт кішкене ішімдікке беріліп кеткен. О жігіттің есімі Дархан болған. Дүкенге кіреді, сыра мен темекісін сатып алып, шығып жатқан кезде есіктің алдына Шерзат деген 16 жасар баламен кездесіп қалып, екеуі ерегісіп қалады. Дархан білмей әңгіме айтып тұрған кезде Шерзат оның жасына да қарамай, несіне де, клиент екеніне де қарамай, көп сөйлемей оны ұру бастайды. Ұрғанда жақсы соққылар тиеді. Одан кейін ол келесі частьтарда айтылады, сондай мәліметтер болған, жағын сындырып жіберген, оны операция, ота істелінген, Дарханға мұрнына да бір удар тиген, мұрны қанап. Сондықтан ол моментте, ол сәтте дүкенде сатушы отырған Қаржаубай деген кісі Шерзаттың әкесі. Сол шығып, суды алып шығып, Дарханның қолына су құйып, өкпесін басып сөзбен, ренжіме, осындай болып қалды, бала горячий, енді спортсмен, сол осындай болып қалды, ренжіме деп өкпесін басып, өзің бір дұрыс әрекеттерін жасайды. Бірақ Дархан енді ренжіп, оғанда енді қандай жағдайда болған түсінетіндер шығарсыңдар. Жас жігіт ұрып тастаған, сөйтіп ол бәрі көңілі, бұл ситуацияға көңілі толмай, бір компенсация сияқты маған керек деп, тем более ол ауруханаға бару керек болатын, ол сезіп, досына звондайды. Нұрбол деген досына звондайды. Досым, осындай жағдай болып жатыр, келіп жәрдем беріп жіберші, мына мәселені шешіп, одан кейін мені ауруханаға апаруға өтінем саған деп. Дәл сол уақыттарда бұдан басқа жерлерде бір компания жігіттер, қыздармен, сол жігіттердің арасында біреуі жақын арада автокөлік сатып алған болады. Соны сол достарымен бөлісіп, қуанышын бөлісіп, соны жуып отырады. Қастарына сол бағана айтқандай қыздар болады. Соны көңілді компанияда отырады. Араларында олармен онша жақын араласпайтын, өзі мінезі де, жүрісі де басқа, бірақ тамада ретінде шақырылған, ән айтсын, көңіл күй көтеріп, көңілдерін көтеріп, ән айтып, гитарамен, домбырамен өнер көрсетсін деп шақырылған жігіт отырады. Қоңырау соған түседі. Нұрбол деген жігіт сол Талғардың досы хабарласып, маған жәрдемің керек болып отыр деп. Нұрбол мына жақта спирттік ішімдік ішкеннен кейін рульға отырамай, көрші 16 жасар баланы көк Volkswagen Golf'тың руліне отырғызып, дереу Талғар жаққа шығады. Досына көмектесуге, мәселесін шешуге Талғарға шығады. Осылай бәрі басталып келе жатқан. Осымен бірінші бөлім бітті. Енді құрметті көрермендерім, подписчиктерім, басқа адамдарға да мынаны сіздерге айту, жеткізу, жалғастырыңдар десеңдер, комменттар жазыңдар астында. Керек емес, естілерің келеді ма, келмейді ма, ар жағы не болған. Бұл толы 4 бөлімі тұр, 5-ші енді жазылып жатыр. Қазіргі болып жатқан жағдайларға қарап, уже ол кітап жалғаса береді. Бірақ қазір уже осы уақытқа дейін біткен моменттер толық уже бұл кітапта жазылған. Бізге керек бұл мәлімет, бұл кітап естігіміз келеді. Бізге соны айта бер десеңдер, айта береміз. Осымен тоқтат десеңдер, тоқтатамыз. Бәрі сіздердің қолында. Комментарийларды күтемін.